Армысыздар бауырлар, менің аты жөнім Тамара Салихова. Соңғы уақытта қазақтың халықтық діңгегі түп тамыры Тәңір дініне оралушылардың қатары көбейе түсуде. Соған байланысты жалпы тәңірлік дүниетаным жайында, Тәңір діні ілімі жайында әңгіме өрбіту үшін осы каналда ашып отырмын. Өзімнің әңгімеме арқау етіп, негіз етіп, қазақ қоғамында Тоқтар Абыз деген атпен белгілі Тоқтар Бейсенбиевтің Ақиқат атты кітабын негіз етіп алдым. Келесі тәңірлік түсініктің бірі азан деген сөз. Азан бұл қазаққа тиесілі сөз. Азан құлқын сәріде оқылады, таңертең оқылады. Азанның екі түрі бар. Түйін азаны, сәт азаны деп айтылады. Түйін азаны ол күнделікті оқиғаларда айтылады, ұлттық мереке мейрамдарда айтылады. Ол Құдайға ризашылық білдіріп, ұлтына жақсылық тілеу бағытында айтылады. Ал сәт азаны ол адамның өзімен өзі оңаша қалған сәтте өзінің Құдайға ризашылығын білдіріп, Құдайды мадақтау сөздері, өзінің көкейден сөз шығаруы. Қазір бір-екі мысал келтіремін, түйін азаны қалай оқитындығына байланысты. Соңынан видеоның астына жазып қоямын. Керек адамдар соны пайдалануға болады. Болмаса өздері көкейден шығарып азан оқуына болады. О, тәңірлік Құдайым, қазақ даласында арайлап таң атып келеді. Атқан таңның арайына қазақты бөлеп, денінің сау болуына, істеген ісінің берекесі болуына көмек бере көр. Басына бақ құсын қондыра көр. Өмін. Болмаса, о тәңірлік Құдайым, қазақтың маңайына жиналып, еңбек етіп жатқан басқа да халықтардың жүрегіне татулықтың нұрын сеуіп, істеріне берекет бере көр. Бақуатты өмір сүргізе көр. Өмін. Тағы бірде бұлай деп айтуға болады. О тәңірлік Құдайым, қазағымды тіл көзден сақта, отанымды қан құйылулардың пиғылынан сақта, отандастарымның пейілін мерейлеп, жүрегін сабырға ұйыт. О тәңірлік Құдайым, туған жерім мен әлемнің кез келген жерінде бейбітшіліктің туы желбіреп, адам баласы тыныштықта өмір сүрсін. Өмін. Міне осылай. Келесі әңгімем ауыз бекіту жайында болмақ. Көріскенше күн жақсы болсын.